Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін температура және оны түсіру әдістері және дәрілік препаратты қалай дозалау керек, сол туралы айтатын боламын. Жалпы температура организмнің қорғаныс реакциясы болып табылады. Өйткені сырттан қандай да бір инфекция, яғни вирус, бактерия кірген кезде соған қарсы тұру мақсатында осылай қорғаныс реакциясын атқарады. Температура егер көтерілсе 38-38-де 5 болатын болса балаңызда, бірақ балаңыз ойнап күліп жүретін болса, онда температура түсірудің қажеті жоқ. Өйткені жаңа айттым, бұл организмнің қорғаныс реакциясы. Ал кейбір балалар болады 37-8, 37-9 деген температураны өзін көтере алмайды, яғни әлсізденіп мазасызданып жатып қалады. Ол кезде температураны түсірген жөн болады. Енді лихорадка дейді бұны медицина тілінде. Лихорадка негізінен екі түрі бар. Біреуі ақ лихорадка, екінші қызыл лихорадка. Қызыл лихорадка кезінде жалпы баланың денесі қызғылт болады, ұстаған кезде ыстық болады, басы, денесі, аяқ-қолы бәрі ыстық болады. Бұл кезде дәл тура жаңағыдай 38-38-де 5-тен асқанда ғана температурасын түсіреміз. Екінші ақ лихорадка. Ақ лихорадка ерекшелігі баланың басы ғана ыстық болады. Ал аяқ-қолдары, саусақтары, тырнақтары көккембек және мұп-мұздай болады. Және мұрын ерін үшбұрышы мына жер. Осы жерде мұп-мұздай көкшіл және бозғылт тартып тұрады. Осылай екеуінің айырмашылығы бар. Енді бұл кезде баланың аяқ-қолын уқалаған дұрыс, яғни ысытқан дұрыс. Өздеріңіз қолдарыңызбен жаңағы осылай баланың денесін ысытасыздар. Бұл балаға өте жағымды болып келеді. Тура жаңағыдай 38-ден асқанда ғана температураны түсіретін препараттарды береміз. Яғни температура түсіретін екі препарат бар. Оның біреуі ибупрофен, яғни ибуфен, екінші парацетамол дәрісі болып табылады. Енді осылардың бізде бұл суспензия түрлері, енді свеча түрлері де бар. Бірақ свеча түрінің бір кемшілігі бар, біз оны дозалай алмаймыз. Не балаға оны көп беріп қою мүмкін, немесе доза жеткіліксіз болып қалуы мүмкін. Сондықтан да мен әрдайым суспензияны қолданамын. Енді бұны қалай есептеу керек? Ибуфен 5-10 миллиграмм на килограммға есептеледі, ал парацетамол 10-15 миллиграмм на килограммға есептеледі. Енді мысал келтірейін. Мына жерде сыртында жазылып тұр, мына жерінде 100 миллиграмм 5 миллилитр деп, яғни 5 миллилитрді 100 миллиграмм дәрілік препарат бар. Яғни егер баланың салмағы 15 кило болатын болса, 10 миллиграммды есептеп береміз. 10 миллиграммды 15-ке көбейтсек, сонда 150 шығады. Енді осы жерде пропорция құрамыз. 100-ді 5 деп аламыз, ал 150-ді x деп аламыз. Енді x табуымыз керек. 150-ді 5-ке көбейтіп, оны 100-ге бөлеміз. Сонда 7,5 миллилитр. Яғни 15 килолық балаға 7,5 миллилитр осы ибуфенді беруіміз керек. Кейбір мамашалар болады, балама ыстық түсіретін дәріні бердім, бірақ 2-3 сағаттан кейін қайттан көтерілді деген. Міне осы дәрілік препаратты дұрыс дозаламаудың салдарынан болады. Сондықтан да дәрілік препаратты дозалап баланың салмағына қарай байланысты беруіміз керек. Және температура көтерілген кезде міндетті түрде балаға суды көп мөлшерде беруіміз керек. Сондай-ақ ибуфенді арасы 6 сағаттан беруіміз керек, ал парацетамолды 4 сағаттан бері беруімізге болады. Егер де, мысалы сіз қазір балаңызға ибуфенді бердіңіз, 2-3 сағаттан кейін қайттан көтерілді температурасы, ол кезде сіз сол ибуфенді қайттан беруіңізге болмайды. Яғни бұндай кезде егер ибуфен беріп қойсаңыз, парацетамол берген дұрыс, парацетамол беріп қойсаңыз, ибуфенді берген дұрыс.